Басты ұстанымдар. Ұсақ-түйек өзгерістердің көмегімен таңғажайып нәтижеге жетіңіз. 2003 жылы Британия Велоспорт Федерациясының тағдыры бір күнде өзгеріп шыға келді. Ұлыбританияның кәсіби велоспорт қауымдастығы Дейв Брейсфордты бас бапкер қызметіне шақырды. Жаңа бапкер келгенге дейін Ұлыбритания велосипед спортының үлкен жетістікке жетпегеніне 100 жылға жуықтаған. 1908 жылдан бері Британия велосипедшілері Олимпиада ойындарында бір ғана алтын медаль алған. Ал әйгілі Тур де Франс көп күндігіндегі нәтижесі бұдан да нашар болды. 110 жылда бірде-бір Британия велосипедшісі бұл жарыста жеңіске жеткен жоқ. Ең сорақысы, Британия велосипедшілерінің жарыстағы нашар көрсеткіштерінен көңілі қалған Еуропадағы ірі велосипед өндірушілердің бірі Британия командасына тауарын сатудан бас тартады. Себебі компания басшылығы тұтынушылар бұл команданың сәтсіздігін олар мінген велосипед сапасынан көріп, соның салдарынан сатылым азайып кетеме деп қауіптенген. Брейлсфорд Британия велосипед спортын жаңа деңгейге көтергісі келді. Оның басқа бапкерлерден айырмашылығы, Брейлсфорд әр нәрседен мейлінше жоғары нәтиже шығаруды көздеген табанды адам болатын. Стратегия философиясы да қарапайым еді. Бапкер қолға алған кез келген істі нәтижемен аяқтауға ұмтылды. Басты ұстаным мына ойдан туған. Егер сіз құлап қалып, жоғалтқан уақыттың тым болмаса 1%-ын қайтару үшін велосипед жылдамдығын арттырсаңыз, осы тәріздес пайыздарды жинақтау арқылы айтарлықтай жақсы нәтиже шығаруға болады, дейді Брейлсфорд. Жаңа бапкер мен оның командасы құраманы кәсіби команда санатына шығару үшін ұсақ-түйек өзгерістерден бастады. Олар велосипед орындығы ыңғайлы болу үшін оның пішінін өзгертеді. Дөңгелектің жолда үйкелісін жақсарту мақсатында оны спиртпен сүртіп отыратын болды. Атлеттердің бұлшықетін қозғалыс кезінде бірқалыпты температурада ұстау үшін оларға электр жылытқышы бар күртелер кигізеді. Атлет ағзасының ауыртпалықты қаншалықты көтеретінін бақылап отыру үшін биологиялық сенсорлар қолданады. Команда маталар түрін аэродинамикалық ғимаратта сынап көріп, далада өтетін жарыстардың киімін жабық велотректердің киіміне алмастыру керек деген қорытынды жасады. Өйткені мұндай киім жеңіл әрі желге қарсы жүруге ыңғайлы келеді. Олардың ізденісі бұнымен біткен жоқ. Брейлсфорд пен оның командасы бұрын ескерілмей келген немесе жетілдіруді қажет етпейтіндей көрінген жайттардың бәрін саралап, барлық саланы тым болмаса 1%-ға жақсарту жолдарын ойластырды. Атлет бұлшықетін қалпына тез келтіретін массаждарға арналған гельдерді сынап көреді. Спортшылар арасында респираторлық жұқпалы аурулардың тарауына жол бермеу үшін қолды дұрыс жууды үйрететін дәрігер жалдайды. Велосипедшілердің ұйқысы қанық болуы үшін жайлы жастық пен ыңғайлы матрас алынады. Тіпті олар команда автокөлігінің ішін ақ түске бояп қойды. Сөйтіп велосипед механизміне кері әсер етуі мүмкін кір мен шаң тозаңдардан арылды. Осы секілді көптеген ұсақ-түйек өзгерістерден соң құрама жұмысы ілгеріледі. Брейлсфорд бастаған Британия құрамасы 5 жылдан соң 2008 жылы Пекинде өткен Олимпиада ойындарында жолда және тректегі жарыстарда топ жарып, күтпеген жерден алтын жүлделердің 60%-ын жеңіп алды. 4 жылдан соң Лондонда өткен Олимпиада ойындарында Брейлсфорд шәкірттерінің нәтижесі одан сайын жақсарып, британдықтар 9 Олимпиада және 7 әлем рекордын жаңартты. Сол жылы Брэдли Виггинс Тур де Франста жеңіске жеткен алғашқы британдық велоспортшы атанды. 1 жылдан кейін оның командаласы Крис Фрум әйгілі көп күндікте жеңіске жетіп, одан кейінгі 2015, 2016 және 2017 жылдарда жеңімпаздың сары жейдесін сақтап қалды. Фрумның арқасында команда 6 жылдың ішінде 5 рет Тур де Франс чемпионы атанды. 10 жыл бойы
2007 жылдан 2017 жылға дейін Британия велосипедшілері әлем біріншіліктерінде 178 рет жеңіске жетіп, Олимпиада және Паралимпиада ойындарында 66 алтын жүлде алды. 5 мәрте Тур де Франс жарысында топ жарды. Бұл жетістіктер велосипед спорты тарихында алтын әріптермен жазылды. Осынау жетістіктердің сыры неде? Қатардағы спортшылардан жасақталған команда ұсақ-түйек өзгерістердің арқасында қалай әлем чемпионы атанды? Елеусіз өзгерістер ғажайып нәтижеге қалай айналды? Оларды біз өмірде қалай жүзеге асыра аламыз? Ұсақ-түйек әдеттердің көмегімен керемет нәтижеге қалай жетуге болады? Күнделікті күйбең тірлікте ұсақ-түйек өзгерістерді елеусіз қалдырып, оның орнына маңызды сәттерге мән беріп жатамыз. Диета ұстасақ та, бизнес бастасақ та, кітап жазсақ та, жарысқа қатыссақ та, басқа да көздеген мақсатқа жету үшін көбірек күш салу керек деп есептейміз. Солардың қай-қайсысы болсын, біз көпшіліктің есінде қаларлықтай жетістікке жетуді аңсаймыз, соған жеткенше жанымыз жай таппайды. Ал 1%-ға болса да өзімізді жетілдіруге мән бермейміз. Тіпті кей жағдайда оны елеусіз қалдырамыз. Алайда келешекті жоспарлағанда дәл осы ұсақ-түйек өзгерістер әлде қайда маңызды болуы мүмкін. Күнделікті кішкентай қадамыңыз бірнеше күнде үлкен жолға шығарады. Мұның арифметикасы қарапайым. Өзіңізді 1 жыл бойы күнделікті 1%-ға ғана жетілдіріп отырсаңыз, жыл соңында бастапқы қалпыңыздан 37 есе жақсарасыз. Сол сияқты, 1 жыл бойы күнде жағдайыңыз 1%-ға нашарлап отырса, жыл соңындағы межеңіз 0-ге дейін түсіп кетуі мүмкін. Кішігірім жеңіс немесе елеусіз жеңілістен басталатын дүние түптеп келгенде айтарлықтай үлкен формаға ие болады. Әдет адамның өзін-өзі жетілдіру процесі. Банк есепшотындағы ақшаның үстеме ақымен көбейіп отыратыны секілді. Күнде қайталанатын әдет дағдыға айналып, оның да нәтижесі арта түседі. Есепшоттағы ақшаны күнде есептегенде өсім байқалмауы мүмкін. Ал бірнеше ай немесе бірнеше жылдан кейін оның айтарлықтай өскенін білесіз. 2, 5 немесе 10 жылдан соң өткенге көз салсаңыз, жақсы әдетіңіздің нәтижесін бірден байқайсыз. Теріс әдетіңіздің салдары да білініп тұрады. Біз қарастырып отырған күрделі тұжырымды бір күннің өлшемімен алуға келмейді. Себебі біз әдетте болмашы өзгерістерге мән бермейміз. Өйткені олар нақты бір уақыт аралығында маңызсыз болып көрінеді. Дәл қазір ақша үнемдесеңіз, бірден миллионер болып кетпейсіз. Спорт залына қатарынан 3 күн барсаңыз да, бірден шымыр болып шыға келмейсіз. 1 сағат Қытай тілін оқығаныңызбен ол тілді меңгеріп кете алмайсыз. Біз өзгерісті ақырындап бастаймыз. Бірақ оның нәтижесі ешқашан бірден келмейді. Сол себепті көбісі қолды бір сілтеп, бұрынғы қалпына қайта түсіп жатады. Өкінішке орай, бір сәтте өзгеру мүмкін емес. Есесіне ескі әдетті қайта бастаған оңайырақ көрінеді. Ағзаға зиянды, калориясы көп тамақ жеген күні тараздағы салмағыңыз бірден артып кетпеуі мүмкін. Түнімен жұмыс істеп, отбасыңызға көңіл бөлмеген күні олар сізге бірден ренжи қоймайды. Жаңа жобаны бірден бастап кете алмай, күнде ертеңмен жүріп алсаңыз, оны өткізетін уақыттың тым аз қалғанын байқамайсыз. Себебі осы сәттегі әрекеттің салдары көзге бірден көрінбеуі мүмкін. Бар болғаны 1% қателікті күнде жіберіп, үнемі қате шешім қабылдап, қалт басқан қадамдарды ақтап алу арқылы аз-маз кемшіліктерді қайталай берсек, бір қарағанда елеусіздеу көрінетін күнделікті теріс әрекеттеріміз болашақта орны толмас жағымсыз нәтижеге айналуы әбден мүмкін. Бұның бәрі бұрыс шешімдердің ортақ жиынтығы, яғни анда-мұнда кеткен 1% қателік алдағы уақытта үлкен проблема туғызады. Әдет дағдыны өзгерту нәтижесін
ұшақ бағытын бірнеше градусқа ғана өзгертумен салыстыруға болады. Мысалы, Лос-Анджелес қаласынан Нью-Йоркқа ұшуға шықтыңыз делік. Лос-Анджелестен ұшқанда ұшқыш бағытты бар болғаны 3,5 градусқа оңтүстікке бұрса, сіз Нью-Йорк қаласына емес, Вашингтонға барып қонасыз. Ұшқан кезде мұндай болар-болмас өзгерісті байқамауыңыз мүмкін. Өйткені ұшақ тұмсығы бірнеше фут қана бұрылады. Алайда ақш-тың үлкен аумағымен өлшегенде, ұшақ қонатын нүкте бірнеше 100 мильге өзгеріп шыға келеді. Сол секілді, күнделікті әдетіңізді аздап өзгертіп отырсаңыз, өміріңіз де басқа арнамен ағады. 1%-ға жақсаруды қалайсыз ба? Әлде бұрынғы әдетіңізден танбайсыз ба? Шешім қабылдар сәтте мұндай таңдаудың айырмасы анық байқалмауы мүмкін. Бірақ адам өмірі өлшеммен алар болсақ, дәл қазір сіз кімсіз және қандай болуыңыз мүмкін еді деген сауалдардың көмегімен таңдау айырмасын ажыратуға болады. Табыс өмірде бір-ақ рет болатын үлкен өзгерістің емес, күнделікті әдеттердің жемісі. Бұдан шығатын түйін: сіздің дәл қазір табысты адам болмауыңыз аса маңызды емес. Бойыңыздағы әдеттердің сізді қаншалықты табысқа жетелей алатыны ғана маңызды. Сіз қазіргі жетістіктеріңізге емес, даму бағытының деңгейіне баса назар аударуыңыз керек. Миллионер бола тұра, ай сайынғы шығын кірісіңізден асып түссе, демек, сіз таңдаған даму траекториясы дұрыс емес. Ақша жұмсау әдетіңіз өзгермесе, болашақта оның нәтижесі жақсы болмайды. Керісінше, бұл әдетіңізді өзгертіп, ай сайын аздап болса да үнемдей бастасаңыз, түптеп келгенде ақша тұрғысынан басқаға кіріптар болмайсыз. Жетістіктер уақыт өте қалыптасқан әдеттердің көрінісі. Сіздің қаржылық жағдайыңыз ақша жұмсау әдетіңіздің нәтижесі. Дене салмағыңыз тамақ жеу әдетіңіздің нәтижесі. Біліміңіз оқуға құштарлық туғызған әдетіңіздің нәтижесі. Үйіңіздің үнемі шашылып жатуы үй жинауға әдеттенбегеніңіздің нәтижесі. Нені үнемі қайталасаңыз, соның нәтижесін аласыз. Өмір соңында қандай адам болатыныңызды болжау үшін кішкентай жетістіктер мен байқамай жіберген аз-маз қателіктерден түзілген траекторияға көз жүгірту жеткілікті. Сонда бойдағы әдеттердің 10-20 жылдан кейін қандай нәтижеге жеткізетінін түсінесіз. Ай сайын тапқан табысыңыздан жұмсайтын шығыныңыз аз ба? Апта сайын спорт залына барасыз ба? Кітап оқып, күнде жаңа дүние тануға талпынасыз ба? Бойдағы әдеттердің осы секілді байқалмайтын бақталасы сіздің болашақтағы меніңізді анықтайды. Табыс пен сәтсіздік арасын уақыт алшақтата түседі. Сіз осылардың қайсына көбірек күш салсаңыз, уақыт соның нәтижесін арттырады. Жақсы әдет уақытқа серік болса, жаман әдет оның дұшпанына айналады. Әдеттер қылыштың екі жүзі іспетті. Бірі қауіпті, бірі пайдалы. Жақсы әдеттер өрге жетелесе, жаман әдеттер орға шығады. Сондықтан ұсақ түйекке мән беру маңызды. Әдеттердің қалай жұмыс істейтінін түсініп, оны басқара білсеңіз, қылыштың қауіпті жүзінен оңай құтыласыз. Прогресті қалай байқауға болады? Үстел үстінде бір түйір мұз жатыр деп елестетіңіз. Бөлме суық, үрлегенде бу шығады. Ауа температурасы -4 градус. Бөлме температурасы біртіндеп көтеріле бастайды. Температура ақырындап 0-ден көтеріледі. Мұз да ери бастайды. Температураның жарты градусқа ғана артуынан айтарлықтай ештеңе өзгермейтіндей көрінген. Алайда ол тоқтаусыз көтеріле берді де үлкен өзгеріс туғызды. Үлкен өзгерістерді әдетте үздіксіз қайталанған кішкентай әрекеттер тудырады. Мұндай ұстаным барлық салаға да ортақ. Қатерлі ісік ағзада ұзақ уақыт жасырын өмір сүріп, 80%-ға жетілгенде ғана байқалады.
Одан соң бірнеше айдың ішінде бүкіл ағзаны жаулап алады. Бамбук ағашы алғашқы 5 жылда мүлдем өспейді. Өйткені ол алдымен тамырын тереңге жайып, жерге мықтап орнығады. Содан кейін 6 аптаның ішінде ғана бірден 22 метр биіктікке көтеріледі. Адам бойындағы әдеттерді соған теңестіруге болады. Өйткені оларды күнделікті өмірде бірден байқамаймыз. Сын сағатта немесе өмірдің жаңа белесіне шыққанда ғана олардың бар екенін түсінесіз. Қандай да бір жаңа мақсатқа жету жолында түңілу жазығы жатуы мүмкін. Мақсатқа тура жолмен тезірек жетуге болады деп ойлайсыз. Бірақ алғашқы бірнеше күн, апталар, тіпті айлар өтсе де, одан ешқандай нәтиже шықпайды. Ілгері жылжу жоқ, бір орында тапжылмай тұрғандай әсер етеді. Шын мәнінде мұның өзі кез келген процеске тән құбылыс екенін ескерген жөн. Ең ауқымды нәтижеге ұзақ уақыт бойы дайындалып барып, қана жетуге болады. Адам бойында айнымас әдет қалыптастырудың қиындығын да осылай түсіндіруге болады. Адамдар кейде бірнеше талпыныстан соң өзі қалаған өзгерістерді көрмей, бастаған ісін соңына жеткізбей тастап кетеді. Мәселен, сіз күнде жүгіремін, 1 апта болды, неге ешқандай өзгеріс байқалмайды деп ойлайсыз. Ақырында осы ойға өзіңіз иланасыз. Өйткені жақсы әдеттің жаман әдетке орын беруі оңайырақ. Ал айтарлықтай нәтиже шығару үшін бір істі ұзақ уақыт бойы әдетке айналғанша қайталау керек. Сонда ғана діттеген белесті бағындыруға болады. Мен мұны жасырын потенциал белесі деп атадым. Бойға жақсы әдетті арту немесе жаман әдеттен арылу үшін өз меніңмен күресуге тура келсе, демек, сіз өз-өзіңізді жетілдіру қабілетінен айырылып қалғансыз. Әдетте бұл сіздің жасырын потенциал белесін бағындыра алмай жүргеніңізді білдіреді. Аянбай жұмыс істесем де, жетістікке жете алмадым деп өкпелеу 25-31 градус суық температурада мұз ерімеді деп ренжігенмен бірдей. Сіздің еңбегіңіз еш кетпейді. Ол ақырын жиналып жатыр. Температура 32 градусқа көтерілгенде ғана үлкен өзгеріс нышаны байқалады. Күндердің күнінде сіз де жасырын потенциал белесін бағындырасыз. Сол сәтте бұл жетістігіңіз айналадағы адамдардың аузынан түспейтін болады. Бұлай дейтін себебіміз сырт көз ерекше көрінетін оқиғаларды ғана байқайды. Ал осынау жетістікке жету үшін ұзақ уақыт аянбай еңбектенгеніңіз сізге ғана мәлім. Ал айналадағылар соның бірін де елеген жоқ. Бұл көріністі тектоникалық қысыммен салыстыруға болар еді. Қатар жатқан екі тектоникалық тақтаның миллиондаған жылдар бойы бір-бірімен үйкеліп, шеті жанасқан сәтте олардың арасындағы қысым күшейе түседі. Күндердің күнінде тақталар ғасырлар бойы қайталанған сол әдетімен бір-біріне тағы бір мәрте жанасқанда, арасындағы өте күшті қысымнан жер сілкінеді. Бұл дүмпуді ұзақ жылдар бойы үздіксіз жалғасқан өзгерістер процесі тудырғанын білеміз. Шебер болу үшін шыдамдылық керек. Ұлттық баскетбол ассоциациясында талай жетістіктерге жеткен Сан-Антонио Сперс командасы киіну бөлмесіне әлеуметтік реформатор Якоб Ристің дүниеден бас кешіп қиналған сәтте мен тас қашаушыға қараймын. 100 соққы тиген тастың бетінде бірде-бір жарықшақ байқалмайды. Бірақ 101-ші соққы тасты екіге бөліп түсіреді. Сол кезде мен тасты жарған соңғы соққы емес, оған дейінгілері екенін түсінемін, деген сөзін іліп қойған. Ұлы оқиғалардың барлығы ұсақ қадамдардан басталады. Адам бойындағы кез келген әдет кезінде бір ғана болмашы әрекеттен қалыптасқан. Ол әрекет қайталана берген сайын бойға дарыған әдет ағаш секілді өркендейді. Тамыры тереңдеп, тарамдана түседі. Ал жаман әдеттен арылуды
іштегі алып еменді балталаумен сипаттаса болады. Сол сияқты жақсы әдет қалыптастыру ұзақ уақыт бойы қылтиып тұрып, бір күнде қауыз ашатын ғажайып гүлге ұқсайды. Ұзақ уақыт бойы бір әдетті бойға сіңіріп, жасырын потенциал белесін бағындыру арқылы жаңа деңгейге көтерілудегі басты фактор не? Кейбір адамдардың орта жолға келгенде ескі әдетін қайта бастап, енді біреулердің қалыптасқан әдетпен сәтті өмір сүруінің сыры неде? Әдетте біз жетістікке тура жолмен жетуге ұмтыламыз. Оған жеткенше асығамыз. Өмір шындығы сол, қанша күш жұмсасаң да, оның нәтижесі уақыт өте келе көрінеді. Ал оған дейін атқарылған жұмыстардың қаншалықты маңызды екенін түсінуге айлар, тіпті жылдар қажет болады. Кейде апталап, айлап, тынбай әрекеттенгендер оның нәтижесін көре алмай, бастаған ісін аяғына дейін жеткізбей үзіп жатады. Еңбек еш кетпейтінін ұмытпаған жөн. Нәтиже бірден емес, біртіндеп көрінеді. Атқарылған жұмыстардың жемісін көретін, күш-жігердің бекер жұмсалмағанын түсінетін сәтті төзіммен күту керек. Мақсат қоюды ұмытып, жүйелі әрекетке көшіңіз. Адам өмірде шымыр болуға, табысты кәсіп құруға, жақсылықты ғана ойлап, уайымнан арылуға, достармен жиі араласуға ұмтылады. Көпшілікке мәлім, бұл қағидалар айқын мақсаттардан тұрады. Мен де ұзақ жылдар бойы осы қағидалардан ауытқымауға тырыстым. Солардың әрқайсысы менің мақсатыма айналып, соған жетуге ұмтылдым. Мектепте жақсы баға, спорт залында көтеретін салмақ, кәсіптен табатын табыс. Мақсатым осыларға қатысты болды. Кейбіреуі орындалды, бірақ көбіне жете алмадым. Сонда ғана мен нәтиже мен алға қойған мақсат арасында айтарлықтай байланыс жоқ екенін түсіндім. Нәтижеге жету үшін жүйелі әрекетке көбірек мән беру керегін ұқтым. Жүйе мен мақсаттың арасында қандай айырмашылық бар? Оны түсінуге маған Дилберт туралы комикстің авторы, карикатурашы Скотт Адамстың көмегі тиді. Мақсат сіз аңсаған нәтижемен байланысты болса, жүйе дегеніміз сол нәтижеге жеткізетін әрекеттер жиынтығы. Сіз бапкерсіз, мақсатыңыз жарыста жеңіске жету. Сіздің жүйеңіз ойыншы жинау, көмекшілерді басқару және жаттығу жүргізу әдісі. Сіз кәсіпкерсіз. Мақсатыңыз миллиондаған доллардың кәсібін құру. Сіздің жүйеңіз жаңа тауарды сынауға, жұмысшы жинауға және жарнама науқанын ұйымдастыруға қатысты болады. Сіз музыкантсыз, мақсатыңыз жаңа туындыны жарыққа шығару. Сонда сіздің жүйе дайындық уақытына, қиындықты еңсеру әдісіне, ұстазды тыңдау қабілетіне байланысты болады. Қызықты бір сұрақ қояйын. Мақсат қоюдан қашып, жүйелі әрекеттерге ғана көңіл бөлсеңіз, көздеген нәтижеге жетер ме едіңіз? Мәселен, сіз баскетбол командасының бапкерісіз делік. Жарыстарда жеңіске жетуді ойламай, команданың күнделікті жаттығуды қалай өткізетініне ғана ден қойсаңыз, көздеген нәтижеге жете аласыз ба? Жете аласыз. Спортшының жарысқа қатысудағы мақсаты мейлінше көп ұпай жинап жеңіске жету. Бірақ ұпай жинау маңызды болса, ешкімнің есеп көрсетілген таблоға ғана қарап тұрмайтыны анық қой. Жеңіске жетелейтін жалғыз жол үздіксіз жаттығып, шеберлікті шыдай түсу. Суперкубоктың 3 дүркін жүлдегері Билл Уолштың сөзімен айтсақ, өз ісіңді біл, есеп қалай өзгеретінін өзі біледі. Спортқа ғана емес, өмірдің басқа да салаларына қатысты айтылған ақиқат. Үздік нәтижеге жеткіңіз келсе, мақсат қоюды бір сәт ұмытып, оған жету жүйесінен зер салыңыз. Мұнымен не айтқым келді? Мақсатқа ұмтылудың ешқандай пайдасы жоқ па? Әлбетте, пайдасы бар. Мақсат қою арқылы даму бағытын анықтауға болады. Бірақ жүйелі әрекет прогреске жетудің ең тиімді әдісі. Мақсатты айқындауға көп уақыт бөліп,
жүйелі әрекетке назар аудармасаңыз, онда сіз бірнеше проблемаға тап болуыңыз мүмкін. Бірінші проблема. Жеңген де, жеңілген де бір мақсатты көздейді. Жеңімпаздар ғана мақсатты дұрыс қоя біледі деген алдамшы түсінік қалыптасқан. Біз жеңімпаздарды ғана елеп, олар дұрыс мақсат қойғандықтан осы жеңіске жетті деп ойлаймыз. Бірақ одан жеңіліп қалған адамның да мақсаты жеңу екенін ескермейміз. Олимпиада ойындарына қатысатын әрбір спортшы алтын жүлде алуды армандайды. Жұмыс іздеушінің барлығы жақсы жұмыс тапқысы келеді. Жеңген мен жеңілгеннің мақсаты бір екен. Демек, жеңімпаздың басқалардан айырмашылығын оның мақсатымен ғана түсіндіру қате болып шығады. Мысалы, Британия велосипедшілерінің жеңіс тұғырына көтерілуіне Тур де Франс турнирін жеңу мақсаты себеп болған жоқ. Олар бұған дейін де осы көп күндікте топ жаруды армандаған. Яғни мақсаты баяғыда-ақ айқындалған. Британдықтардың ақыры жеңіске жетуіне әрбір ұсақ түйекке көңіл бөліп, жүйелі түрде әрекет етуі себеп болды. Екінші проблема. Мақсатқа жету сол сәтте ғана маңызды болатын өзгеріс. Бөлме астан кестені шығып, шашылып жатыр деп елестетіңіз. Сіздің мақсатыңыз бөлмені мұнтаздай етіп тазалап шығу. Бар күшіңізді бөлме жинауға жұмсадыңыз. Мақсатқа жеттіңіз, бөлме сол кезде таза тұрады. Бірақ ескі әдетке басып, тұрып жатқан орынға салақ қарасаңыз, бөлменің сиқын қашыратын дүниелерді жинай беруді доғармасаңыз, көп ұзамай ол орын бұрынғы қалпына түседі. Оны жинап шығу үшін тағы да шабыт шақыруға тура келеді. Іс-әрекетті бір жүйеге келтірмегендіктен бұрынғы қалпыңызға қайта түсесіз. Өйткені сіз себебін анықтамай, оның салдарымен ғана күрестіңіз. Мақсатқа жеткенде өмірдің дәл сол кездегі сәті ғана өзгереді. Бірақ түбегейлі өзгеріс болмауы мүмкін. Біз нәтижені өзгертуге тиіспіз деп ойлаймыз. Негізгі проблеманы байқамаймыз. Өйткені нәтижені емес, соған жеткізетін жүйелі іс-әрекетті өзгерту керек. Мәселені шешуде нәтижені өзгертумен ғана шектелсеңіз, оныңыз уақытша шешім болып шығады. Проблеманы жүйелі іс-әрекет деңгейінде шешуді үйренгенде ғана түбегейлі өзгеріске жетесіз. Мәселенің төркінін тапсаңыз, нәтиже көп күттірмейді. Үшінші проблема – мақсат бақытты шектейді. Әрбір мақсаттың астарында мақсатқа жетсем, бақытты боламын деген ой жатады. Ең алдымен мақсатқа жетуді ойлайтын адамдар бақытты болуды өмірдің келесі бір кезеңіне ысырып қойғанын сезбейді. Өзінде осы тұзаққа талай рет түскенмін. Жылдар бойы бақытқа лайықты адам болашақтағы мен деп ойлап келдім. Бұлшықетім 20 фунтқа жетіп, кәсібім туралы Нью-Йорк Таймс газеті жазған сәтте менен асқан бақытты жан болмайды деп армандайтынмын. Оның үстіне мақсаттар адамның ішкі арпалысын өршітеді. Не көздеген мақсатқа жету арқылы табысты адам боласың, не сәтсіздікке ұшырап, өзіңнің де, жақындарыңның да үмітін ақтай алмайсың. Мұндай арпалыстар адамның бақыт туралы танымын шектеп, тығырыққа тірейді. Үлкен қателік. Сіздің өмір жолыңыз мақсат қойғанда, ойлаған бақытпен ғана өрбуі екі талай. Табысқа жетудің түрлі жолдары тұрғанда, өмірден ләззат алуды бір ғана сценариймен шектеуге болмайды. Жүйелі түрде әрекет етуді әдетке айналдырғандар әлде қайда зор нәтижеге жетеді. Қорытынды нәтижеге емес, іс-әрекеттің өзіне ден қоюды үйренсеңіз, бақытты болатын сәтті күтіп әуре болмайсыз. Ал нәтиже өзі-ақ іздеп табады. Жүйелі әрекет жұмыс істеп тұрғанда өмірдің әрбір сәтінен ләззат аласыз. Жүйелі әрекет сіз ойлағандай бір ғана түрде емес, сан алуан сипатта көрініс табуы мүмкін. Төртінші проблема – мақсат қоюдың ұзақ процестерге кедергісі.
Мақсатқа жетуді ғана ойлайтын адамдар түптеп келгенде йо-йо әсеріне, яғни тез ұмыт болатын нәтижеге кезігуі мүмкін. Мәселен, желаяқтардың дені бірнеше ай бойы тынымсыз шыңдалып, белгілі бір межені еңсерген соң жаттығуды тастап кетеді. Жарыс аяқталды, мақсат орындалды, енді оларды алға итермелейтін күш жоқ. Сол секілді, бүкіл қажыр-қайратыңызды бір ғана мақсатқа жетуге жұмсадыңыз, оған жеткеннен кейін не істейсіз? Әлбетте, адамдардың дені алға қойған мақсатқа жеткен соң, мағынасыз тіршілікке оралып, ескі әдетін қайта бастайды. Мақсат қою белгілі бір ойында жеңіске жетуді ғана көздейді. Ал жүйелі әрекет бір жеңістен кейін де ойынды жалғастыра беруге көмектеседі. Келешекті ойлау белгілі бір мақсаттың аясында шектеліп қалмау дегенді білдіреді. Ойлаудың мұндай түрі белгілі бір жетістікке ғана негізделмеген, ол өзін-өзі үздіксіз жетілдіру, нәтижені үнемі жақсартып отыру дегенді білдіреді. Сіздің үздіксіз жетіліп келе жатқаныңызды айқындайтын күш, бір процесті тынбай қайталай беру әдетіңіз. Атом әдеттер жүйесі. Жаман әдеттерден арыла алмай қиналсаңыз, оның жеке басыңызға еш қатысы жоқ екенін біліп қойыңыз. Мәселенің бәрі жүйелі әрекеттің жоқтығында. Жаман әдеттер қайталана береді, бірақ олар сіздің өзгерісті қаламауыңыздан емес, әрекеттердің бір жүйеге түспегендігінен қайталанып жатыр. Көздеген мақсат айқындаған деңгейге көтерілуге тырыспаңыз. Жүйелі әрекеттеріңіз қалай жұмыс істейтінін ұғынуға үңіліңіз. Белгілі бір мақсатқа емес, жүйелі әрекеттерге зейін қою осы кітаптағы басты тақырыптардың бірі. Атом әдет деген сөз тіркесінің астарында да осы мағына жатыр. Ұсақ-түйек өзгерістер, болмашы жетістіктер, 1%-ға жақсару деген ұғымдардың бәрі осы атом әдетімен байланысты екенін түсінген боларсыз. Бірақ оған кез келген ескі әдетті жатқызуға болмайды. Атом әдеттер үлкен жүйенің бөлшегі саналатын ұсақ әдеттер. Атом молекуланың құрамдас бөлшегі болса, атом әдеттер үлкен өзгерістерді түзетін шағын бөлшектер іспетті. Әдеттерді біздің өміріміздің атомдарына теңеуге болады. Олардың әрқайсысы түбегейлі өзгерістер түзетін іргелі бірліктер. Күнделікті қайталанып отыратын болмашы әрекеттер бірден байқалмайды. Алайда олар уақыт өте келе бірігіп, елеулі нәтижелерге жетуге көмектеседі. Елеулі нәтижелердің өзі кейін бастапқы әрекетіңізден әлде қайда зор көрсеткішке айналады. Әдеттер қалыптасу барысында аса байқалмағанымен, адам өмірі үшін үлкен маңызға ие. Атом әдеттер сөз тіркесінің мағынасы да соны білдіреді. Орындалуы оңай, әрі елеусіз, бірақ көп қайталанған сайын ғаламат күштің қайнар көзіне айналатын күнделікті тәжірибе немесе ұсақ-түйек әрекеттер, яғни адам болмысының бірте-бірте жетілу жүйесінің құрамдас бөлшегі. Әдеттер өзін-өзі жетілдіру процесі негізінде жинақталатын күрделі пайыздармен салыстыруға болады. Күн сайын 1%-ға жақсарып отыру арқылы болашақта үлкен нәтиже шығарамыз. Әдеттер қылыштың екі жүзі іспеттес. Олардың бірі сізге қызмет етсе, екіншісі қарсы жұмыс істеуі мүмкін. Сол себепті әрбір әдетке ерекше мән берген жөн. Кейде кішігірім талпыныстардан ештеңе өзгермейтіндей көрінуі мүмкін. Бірақ кез келген үлкен нәтиженің өзі ұзақ уақытқа созылған баяу процестен тұратынын ұмытпаңыз. Сізге шыдамды болу керек. Атом әдеттер үлкен жүйенің бөлшегі саналатын ұсақ әдеттер. Атом молекуланың құрамдас бөлшегі болса, атом әдеттер үлкен өзгерістерді түзетін шағын бөлшектер іспетті. Үздік нәтиже шығарғыңыз келсе, мақсат қою дегенді ұмытыңыз. Оның орнына жүйелі әдет қалыптастыруға назар аударыңыз. Көздеген мақсат
айқындаған деңгейге көтерілуге тырыспаңыз. Жүйелі әрекеттеріңіз қалай жұмыс істейтінін ұғынуға үңіліңіз.